бір сәтке көз алдыңызға елестетіңізші. Ұшы қиыры жоқ кең дала, көгілдір аспан, қалықтап еркін ұшқан қыран құс. Осы бір көрініске не жетпейді деп ойлайсыз? Егер дала мен қыран еркіндіктің символы болса, ал қазақ тілі сол еркіндіктің үні. Қазақ тілі халқымыздың жаны мен жүрегі. Онсыз біз кімбіз? Әрбір ұлттың болмысы мен ерекшелігі оның тілінде көрініс табады. Тіл ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан рухани қазына, халықтың ойы мен санасының көрінісі. Қазақтың салт дәстүрі, ұлттық мәдениеті, тұрмыс тіршілігі, дүние танымы барлығы қазақ тілінде көрініс тапқан. Қазақ тілі қызыл шоқты шайнап алып сөйлеген Төле, Қазыбек, Әйтеке билерімізден қалған асыл мұрамыз. Қазақ тілі Абайдың қара сөздерінде терең ой болып, Құрманғазының күйлерінде үн болып өрілген тіл. Бұл тіл Мұхтар Әуезовтің Абай жолында мәңгілікке қалған ұлттық кодымыздың кілті. Егер әлемнің классик жазушысы Уильям Шекспир барлық 37 еңбегінде небәрі 3500-ден аса сөз қолданған болса, ұлт мақтанышы Мұхтар Әуезов бір ғана Абай жолында 5000-нан астам сөз саптаған. Бұл қазақ тілінің оралымды да ырғақты, аса қуатты, бай тіл екендігін айғақтайды. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы тіл халықтың жаны, оны жоғалту, ұлтты жоғалту. Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады деп тілдің маңызын айшықтап берген. Егер тіл жоғалса, халық өзінің тарихынан, мәдениетінен, болмысынан айырылады. Сондықтан тіл ұлттың мәңгілігінің кепілі. Қазіргі жаһандану заманында өзге тілдерге жұтылып кетпей, ұлттық құндылығымызды сақтап қалу әрбір қазақ азаматының парызы. Ана тілің арым бол, ұятым бол құрметте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Болашақта келексіз ұлт болып қалмай десек, тілім барда мен мәңгі тірімін деген тек қана сөз жүзінде ғана емес, әрбір қазақтың жүрегінен шығатын ұран болуы тиіс. Тілімізді қадірлеу, ұлықтау, ата-баба алдындағы борышымыз, келер ұрпақ алдындағы аманатымыз. Қазақ тілі мәңгі жасасын.